Ресми дерек бойынша солтүстік Қазақстан облысында 8 мыңнан аса адам саяси қуғын-сүргінге ұшыраған. Олардың арасында халық жауы деп аталған қазақ ақыны Мағжан Жұмабаев та бар. Мемлекеттік саясаттың құрбанына айналған ақынды еске алуға туыстары, ардагерлер мен қала тұрғындары келді. Ерекшеліктері болған. Оның орысша да қазақша да білген, жаза білген. Мағжан ерекше болғанда қазақ жеке мемлекет болайық деп Уәлихан Бөкейханов қайтқан. Уәлихан Бөкейханов бастаған. Артынан ол да алаш үрдістен бастап болып сотталып кетті. Мына Уәлихан Бөкейхановқа бірінші танысуға барғанда Мағжан түрмеден шыққасын Максим Горький көмектескен, әйел екеуі. Түрмеден шыққасын Уәлихан үйіне барады. Тықылдатады, кімсің? Сонда Мағжан бір ауыз өлең айтты. Жапанда жалғыз біткен сен бейтерек, бұтаңың әліңге мен бірге бөлек. Көбелекті көтеремесең бейтер. Мағжан екенсің ғой деп құшақтап сүйіп қарсы